Сырдария университетінің студенттері қарттар күніне орайластырып қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Аудандағы жалғызбасты қарияларымыздың есігін қаққан бір топ студенттер азық-түлігімен қоса қарияларға өз ыстық лебіздерін білдіріп, тамаша әндерін аямады. Үлкеннің батасын алып қайтқан жалынды студенттермен біргелікте әріптесім Бекболат Сатуов барып қайтқан болатын. Сюжет тамашалайық. Алдымен студент жастар қаладағы Жүргенбаев көшесінде орналасқан. Екінші топ мүгедегі Бибасар Бұрқановтың шаңырағына бас сұқты. Жалғызбасты қарияның хал жағдайын сұрасқан студенттер Бибасар ақсақалмен бір сәт сұхбат құрды. Ең алдымен аға, еліміз аман болсын, елбасымыз аман болсын. Міне осындай күн уақытта, осындай мерекелер жүздесіп, сіздердей ағаларымыздың батасын алып, ары қарай осындай бейбітшілік заманда өмір сүруге жазсын. Сіздің үлкен бір батаңыз алуға келдік аға. Батаңыз болса, батаңызды беріңіз жастарға. Бибасар Бұрқанов 2012 жылы Өзбекстан мемлекетінен қоныс аударыпты. Жергілікті биліктің арқасында азаматтығын алып, зейнетақыға қол жеткізген. Жалғызбасты қария саулық сұрасқан студенттерге біршама мұң-мұқтажын айтты. Қария қарақан басында бір баспананың болмағанына қапалы. Ендігі арманы меншікті пәтерге қол жеткізсем дейді. Мәселесі міне квартирада 5-6 жыл болып тұрғанмын. Не ақша төлейміз, пенсия азғантай, дәрі-дәрмекке жетпейді. Операция қылдырдым 2 миллионға, Өзбекстанға барып. Өзім жүре алмаған, бұрын өзім жүре беремін, қазір таяқ сүйеніп қалдым. Сол баспана мәселесі сол менің. Квартира сол баспана болса деймін. Ана неде қаулым бар, әкімшілік жағынан үйде тұр ол қаулысы. Сол кезеңді барып көріп тұрам, сол 118 естің алдың 252 еді. Сонан анымен барсам 118 ес дейді. Дереу не қалды, бәрі аудан бөлініп келді ғой. Саған менің көзім менен қараса, сөзім менен алмайды ешкім таласа. Сен биіксің ата сенің қасыңда, Алатауда, Қаратауда аласа. Сондай-ақ студент жастар жалғызбасты Кейуанаға да ат басын бұрды. Ізгілікке негізделген игі шараға алғыс ретінде Кейуана жастарға батасын берді. Сындарыңызға, ғұмырларыңыз ұзын болсын, ауырмаңыз, дүния тыныш болсын. Тек зор рахмет айтамын бәріне де. Әумин апа, әумин. Бүгін 1 қазан қарттар күні. Бұл күн әрине барлығымыз үшін ерекше ыстық, себебі қартын бағалаған, қартын қастерлеген халық үшін бұл күн әрине жай күн болып өтпеу керек. Осы мақсатта бізде Сырдария университетінде жыл сайын дәстүрлі қамқорлық қайырымдылық жәрмеңкесі өтеді. Оның артынан міндетті түрде жүректен жүрекке акциясы өтеді. Оның негізгі мақсаты біздің университеттегі студент жастар осы жәрмеңкеден үлкен өздерінің жасап келген заттары болады, тәтті тағамдары болады, соларды барлық дастарханға ұсынып, оларды арзан қол жетімді бағада сатылымға қояды. Содан түскен қаражатты біз жинақтап, студенттермен біргелікте осындай қайырымдылық шараға атсалысамыз. Сағынсам жабығарым, анашым бір өзіңсің. Қазыналы қарияларымыз барда, еліміз мәңгілік жасамақ. Бүгін мінеки Сырдария университетінің студенттері біргелікте дәл осылай аудандағы жалғызбасты қарияларымыздың көңіл күйін көтеріп, бүгінгі мерекелік шараны үлкен дәрежеде атқаруда. Бекболат Сатуов, Нұржан Сейдазимов, ақпарат Жетісай ауданынан.